дінге де рахмет, олар біздің миссиямыз бітті деп кету керек болған. Енді өткеннен бері айтып жатырмын, жаратушы жерге келді, сіздің қасыңызда жүрегіңізге кіруге дайын тұр. Өтініш қабылдаңыз. Бұған дейінгі сенімді Алла тағаланы шығарып салыңыз, жаратушыға сеніңіз, ол сіздің жүрегіңізге кіре алмай тұр деп айтқан едім. Бірақ та қарсыласушылар өте көп, түсініп, жалпы қалай болып жатыр, не үшін мұндай жағдай болып жатыр деп зерттеп, сұраудың орнына келемеждеп, мазақтап, айтпас сөзді айтып жатыр. Әрине, бұл жағдайлар тіпті менің қасымда жүрген өзімнің құрбым, достарым деп жүрген адамдардың өздері неше түрлі посттар жазып, мені әжуалап жатыр. Бұндай ауыр миссияны мен еріккеннен алған жоқпын. Мен әу баста нәзік әлемнен осы миссияны алып жүрем деп жерге келгенмін. Енді сол ойғыш дәуірінде мінекей жаратушы жерге өзі түсті. Жолдамасын өткенде сіздерге парақшаға салдым. Өткен жолғы эфирде оқып бердім. 4 дін, 4 кітап, барлығы 4 құбылаға кетеді. Төбелеріңде тек қана мен боламын, қастарыңда мен боламын, жүректеріңде боламын. Енді ешқандай тастан да, ешқандай шіркеуден де, ешқандай мешіттен де мені іздеудің қажеті жоқ. Мен сендермен біргемін, жүректеріңнен іздеңдер, мені қабылдаңдар деген жолдамасын жолдаған болатынмын. Субханалла. Ана көптеген адамдар 2-3 күн болды осы әйел туралы. Мен бұл кісіні танимын былай, сыртынан да былай. Бір рет эфирде де бірге болғанбыз. Жанат деген кісі ғой. Адам өзі ауырып қалады ғой. Ауырған кезде қазақ өзі Алла шипасын берсін дейді ғой. Енді бұл кісі енді Алла шипасын берсін бұл кісіге. 2 мәселе болып тұр. Не алжасты бұл кісі, немесе бұған жын кіріп кетті енді. 2 в одном. Үшіншісі, или бұл проект. Просто басқа менде ойым жоқ. Одан кейін ее интересно слушать в плане фантастики. Субханалла. Таң қалам. Енді менің айтарым бар ғой, енді адамдар не үшін айтып жатыр да, Ардаке айтыңызшы осыған байланысты. Көп нәрсе айтқым келеді, бірақ ештеңе айтқым келмей кетті қазір. Бірақ бір нәрсе айтайын. Біріншіден бұныкі метафизика, бірдеңе, көріпкелдік, жұлдыз жорамал, психосоматика, одан кейін бұда тағы да не бар ана, гипноз. Бұда бұл кісілер тыңдап отырсам, микс, сабырмен тыңдадым мен, бастан аяғына не деген. Енді Алла шипа берсін. Одан кейін бұның бәрі ширк. Аллаға серік қосушылық, тем более мен өзім Құдай деп тұр ғой мына жерде, Алла сақтасын. Өзім Құдай деп тұр, өзім бір пайғамбармын деп тұр ма, мен бір нирвана, аспан әлемінен келдім сендерге деп тұр ғой. Өте қиын, туысқандарына көңіл айтам, өкінішке орай. Қиын енді, Алла шипасын берсін. Және де өзім мынандай нәрсе бар, сұрақтар былай болды. 2 миллион подписчигі бар, аға айтыңызшы қанша адамның миын улап жатыр. Біріншіден, егер де оның 2 миллион подписчигі бар болатын болса, оларға да көңіл айтам, өйткені өте қиын жағдай. Одан кейін сол 2 миллион подписчик осындай блогерге, осындай бір әйелге, сондайға егер де мұқтаж болып отса, значит, оған лайықты болып тұр ол 2 миллион адам. Алла тағала Құранда айтады, жоққа шығарып отыр ғой, діннен шықты деген осы ғой енді. Кәпір деңгейіне түсу деген Алла сақтасын, Алла өзі кешірсін. Алла тағала айтады Құранда, Бақара сүресінің 256 аятында, «Ля икроха фиддин». Дінде зорлық жоқ. Нет в религии принуждения. Біз ешкімді принуждать етіп, ешкімді мәжбүрлей алмаймыз, ислам дінін қабылдаш деп. Әр адам өзі келеді. Алла тағала бүкіл нәрсені, осы дүниедегі ризықтың бәрін кез келген адамға бере береді. Бірақ иманды, мұсылмандылықты тек қана сүйген құлына береді. Егер де осы адамның подписчиктері 2 миллион адам болатын болса, өкінішке орай 2 миллион адам тозақ жолына кетіп бара жатыр деген сөз. Егер де осы кісінің сөзіне иланатын болса, иланбайтын болса, осы кісінің аккаунтынан шығып кету керек, немесе заблокировать етіп тастау керек. Это 2. Үшіншіден, бағана айтып отырмын ғой, дінде зорлық жоқ деп. Өзі осындай бұндай адамдармен, әсіресе ауру адамдармен
күресіп қажет жоқ. Өзі ғалымдар айтады, мына ширк дейді ғой, біздің ислам ғылымында Аллаға серік қосу, Алладан басқа бір заттарға табыну. Енді бұл кісі енді сондай нәрсеге табынып отыр ғой, Алла сақтасын. Бір тенгрианствоға да ұқсамайды екен. Басқа бір нәрсе, басқа бір әлемнен келген бір адам. Ондай ширкпен, яғни осындай үлкен күнәлармен күреспеңдер. Керісінше исламды жайыңдар. Таухид, яғни единобожие дейміз ғой, Аллаға ғана сену дінін жайыңдар, ондай адамдармен күреспеңдер дейді. Екіншісі, бидағат деген нәрсе бар дінімізде. Яғни жаңашылдық енгізу. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, кімде-кім дінге жаңашылдық енгізсе, Алла тағала әмір етпеген, пайғамбар істемеген нәрсеге, егер де біз оған жаңашылдық енгізетін болсақ, оны бидағат дейді. Ол адасушы, адасушылар тозақта дейді. Егер де осы ғалымдар айтады, бидағат шығатын болса, яғни діндегі жаңашылдық көп жайылып жатса, ол бидағатпен күреспеңдер, керісінше сүннетті, пайғамбардың сүннетін жайыңдар дейді. Сол себепті біз бұндай адамдармен күреспейміз. Ақылы терең, көкірегі ояу, көз ашық адамдар бұндай адамдармен күреспейді, керек емес, елемеу керек. Пайғамбардың кезінде де Мусайлима деген пайғамбар шыққан, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам тірі кезінде жалған пайғамбар шыққан. Енді одан кейін не дейсің? Бұндай адамдар енді өзін Құдай деп санап кеткеннен кейін Алла сақтасын. Күйеуі бар болса, күйеуіне көңіл айтам, балаларына өте өкінішті, туысқандарына өте өкінішті. Алла хидаят берсін. Хидаят бермесе енді барар жері білесіздер қай жақ екен, мәңгілікте. Сол себепті менің бар айтарым, елемеңіздер. Если есть возможность, отпишитесь, заблокируйте и сосын таратпаңыздар. Мен енді айтарым осы. Ауру адаммен ауру болып қажет жоқ. Аман болыңыздар.